Бүгін біз не тамаштық? Бүгін біз қазақтың ең ұлттық тағамын іштік. Ең ұлттық тағамы не деп аталады? Ең ұлттық тағам. Ол біздің әрине етіміз. Менің анам күнде ет аспайды, кейбір кезде көше, макарон, күріш беріп тұрады. Ал кашаны азанда пісіріп кетеді. Ал мен кашаны жақсы көремін ішкенді, ал інім бәше каша ұнатпайды. Ол магний каша ұнатады, ал мама күріш каша сондайлар пісіреді. Інімнің ұнатпайтыны соншалық бәше күнде жемейді. Магний каша оған қатты ұнайды. Егер етті ұнататындар болса, комментарийға жазылып тіркеліп кетіңіздер. Ет жақсы көретіндер біргеміз. Егер сіздердің де кеше немесе бүгін ет жейтін болсаңыздар, комментарийға бұны да жазып кетіңіздер. Сіздердің жауаптарыңызды күтетін боламын. Айтпақшы, қазақтар бар ма? Ютубта қазақ болса ендеше қазақтарға видео өте көп түсіретін боламын. Ойлаған шығарсыздар, ютубта да қазақ жоқ деп. Ютубта да қазақтар бар. Қазақтарды көріп отырыңыздар.